الرحمن الرحيم. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Егер сен күн сайын 100 сауап алғың келсе, және 100 күнәм кешірілсін десең, онда 100 рет былай де: Субханаллах. Алла пәк және кіршіксіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Егер сен үшін жәннатта бір құрма ағашы егілсін десең, онда былай де: Субханаллахил азими ва бихамдих. Ұлы Алла пәк, және ол барлық мақтауға лайық. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Егер сен Алла күнәларымды теңіз көбігіндей көп болса да кешірсін десең, онда 100 рет былай де: Субханаллахи ва бихамдих. Алла кемшілік атаулыдан пәк, және ол барлық мақтауға лайық. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Егер сен жәннат қазыналарынан бір қазына өзімде болсын десең, онда былай де: لا حول ولا قوة إلا بالله. Барлық күш қуат Аллаға ғана тән, Аллаға күші жететін еш нәрсе жоқ. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Егер сен 10 құлды азат еткенмен тең 100 сауап алғың келсе, және 100 күнәм өшірілсін десең, онда 100 рет былай де: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Алладан басқа құлшылық қылуға лайық ешбір құдай жоқ. Ол жалғыз, әрі оның серігі жоқ. Мүлік оған тән, және ол барлық мақтауға лайық. Сондай-ақ оның күш құдіреті барлық нәрсеге толық жетеді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Егер сен алған сауабым аспан мен жердің арасын толтырсын десең, онда әрдайым былай де: Субханаллахи вальхамдулиллах. Алла пәк, және барлық мақтау Аллаға тән. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Егер сен күнәларым кешірілсін десең, әрдайым былай де: أستغفر الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Өзінен басқа құдай жоқ, мәңгі тірі, өздігінен тұрып, өзгенің бәрін ұстап тұрушы Алладан кешірім тілеймін, әрі оған тәубе етемін. Бисмиллахир-рахманир-рахим.
Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Егер сен алған сауабым ақырет таразысын толтырсын десең, онда әрдайым былай де: Әлхамдулиллах. Барлық мақтау Аллаға тән. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Егер сен әр айтқаның үшін Алла сені 10 есе игілікке бөлесін десең, онда әрдайым былай де: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Уа Алла, Мұхаммедке әрі оның үй ішіне игілік бер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Егер сен күні бойы шайтаннан қорған болсын десең, онда 100 рет былай де: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Алладан басқа құлшылық қылуға лайық ешбір құдай жоқ. Ол жалғыз, әрі оның серігі жоқ. Мүлік оған тән, және ол барлық мақтауға лайық. Сондай-ақ оның күш құдіреті барлық нәрсеге толық жетеді.